Hemen salam taze videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biz Kıpçak dillerini gepleşecek. Noğay, Qaraqalpak, Kazak ve Kırgız dillerini hani başlayalım onda. Indi men sizmen ortak bir mix dilde söyleşemen. Belli bir dil. Orta Türk. Orta Türk. Ha. Bäriniz anlasın, düşünsün dep. Ortak Kıpçak deyim. Ha, ortak. Onda bir-birden özüňüzdi tanıştırın. Firuza başla. Hammaga salam. Firuza adım. Qaraqalpaqstanda tug'ilganman, O'zbekistonda yashaganman, Toshkentda. Hozirgi vaqt men Kiyevda, Ukrainada o'qib o'tirman. Hoş geldin. Rahmat. Rahmet. Diana? Баршаңызға қайырлы кеш. Менің есімім Диана, қазақстандықпын. Оңтүстік Қазақстандағы Шымкент қаласында тұрамын. Студентпін. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Rahmat. Noğay туғаным. Бәріңізге кеш яқшы болсын. Менің атым Байгерей, өзім Ресейде жашаймын, өзім студентпін. Туып өскенмін Чечняда, туған ауылым Бішкек, Сарысу. Өзім әлімінде оқимын, жашаймын Санкт-Петербург қаласында, 2-ші курста медицина университетінде. Бәріңізге танысқаныма бек сүйіншті болдым. Rahmat, sağ ol. Sağ ol, rahmat. Indi Sedepni köpüңüz tanırsınız. Eski videolarda var. Yine de tanımayanlar için kendini tanıtırsan. Olur. Бардыңыздарға салам. Мен атым Седеп, 22 жаштамын. Бишкектен болом. Бишкекте төрөлүп өскөм, бирок азыркы убакытта Орусияда, Москва шаарында магистратурада окуп жатам. Rahmat, hoş geldin. Kim başlaydı? Firuza? Sedep sen başlayacaksın. Men keyinirээк башырсам болобу? Yaxşı. Анда мен от менен ойносоң күйөсүң, суу менен ойносоң чөгөсүң. Anladınız mı? Düşündünüz mü? Men түшүндүм ооба. От менен ойнасаң күйөрсөң, суу менен ойнасаң кийинки сөз кандай? Чөгөсүң. Чогусун түшүндүм. Менде чөгөсүң. Диана жардам беретін шығар маған. Сумен ойнасаң күйесің, отпен ойнасаң күйесің, сумен ойнасаң батасың. Ооба, батасың деген сөз. Рахмет, Диана, бүгін сен маған жардамшы боласың. Отпен ойласаң күйесің, сумен ойнасаң батасың, бізде де солай болады. Бізде кыргыз тилде батасың деп айтабы билбейм, бирок көбүнчө чөгөсүң деп айтат да баары. Бирок балким башка бир региондордо батасың деп айтышы мүмкүн, аны билбей экенмин. Bizde çögösün, o zat adam biraz boy kişi bolğanı o çögödü, biraz çögüp kaladı. Düşündüm. Kazakçada şögü var mı? Diana. Шөгу деген бар, бірақ мысалы түйе шөгу деген бар, бірақ суға бату болады. Суға шөгу болмайды. Экинчиси айтерейин? Айтыр. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Ошону алат эмес, ошону кылат. Мен түсүндүм деп жазылып калыптыр. Деде бар ондай. Сени кайтара алсам ба, асыкпастан, астери. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону кылат. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону кылат. Деде бар ондай. Айтсам бола ма? Айтыр. Уяда не көрсең, учканда соны ілесің. Яғни отбасында тәрбие, сол өмірде қолданасың. Бізде осаған айту бар, уяда құс не көрсе, ұшқанда соны етер. Диана мен Диана мен Байгере айтқандан кейін түсіндім, бірақ бірінші Сәдеп айтқанда түсінбедім. Бізде де бар, үйде не көрсең, соны далада істейсің деген бар ау. Бирок бул
үйдө деп айткан жокмун, анткени уя. Бирок уя деген сөз үй дегенде, үй деген мааниде айтылды да. Седеп Yes. уянып Құстың да түсүнтүр. ұясы бар, адамның да ұясы бар деген сияқты. Құстың ұясы жаңағы Ооба, куштардын, чынчыктардын уясы, отбасы. алардын үйү деген мааниде айтылды. Феруза, кустун жасаган үйү не деп айтылат каракалпакча? Ұя болады біздерде. Дагы бирөө бар, дагы бир сүйлөм. Оозуңа келген сөздү айтпа, оюңда турган сөздөн кайтпа. Және қайтара аласың ба? Оозуңа келген сөздү айтпа, Аузыңа оюңда турган сөздөн кайтпа. Аузыңа келген сөзді айтпа, басында тұрған сөзден қайтпа. Дұрыс па? Туура. Аузыңа келген сөзді айтпа, ойыңа келген сөзден қайтпа. Ойыңа басында. Байгерей? Аузыңа келген сөзүн айтма, басыңа келген сөздөн кайтма деп солайбы? Biraz. Седеп, senin ikinci söz kандай? Басында? Basında mı? To'xta, men biraz aytdim. Sadep ne деп айтты? Оюңда деп айттым. Ой. Бирок башыңа, оюңа деп деле айтса болот, мааниси бир. Бирок ой деген сөз барбы силерде? Бар. Оюңа келген сөздү айтма, ауыздан чыккан сөздү кайтпа, сөздөн кайтпа. Оозуңа келген сөздү айтпа, оюңда турган сөздөн кайтпа. Бирок биз бири-бирибизди түшүндүк. Endi başka бар, бирок сүйлөмдө эмес. Onu son keyin endi kim soraydı? Diana? Мақалдан айтатын болсам, ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. Дагы бир жолу. Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. Ата көрген оққа үйренеді деген ма? Шеше көрген үйдің затларын үйренеді ма? Сондай ма? Несі? Манысы? Не сөз болды? Шеше көрген сөзді қайта? Тон пішер. Тон шуба сияқты. Sedep? Ата көрген оқ йонар деп, анасын көрген том пішер бізде болады. Мен кичине түшүнбөй калдым биринчи бөлүмүн. Ата көргөн оқ жонар. Эмнени жонар? Оқ садакпен ататын оқ. Ата көргөн оқту жеңет болушу мүмкүн кыргызчасы. Эне көргөн тон кийет. Кийет билесиз, акыркы сөз. Киеді ма? Өз қолынан жасайды. Өзі тігеді. Тигеби же киеби? Бишеди. Düşündüm. Бирок кыргызчасы. Kırgızca biçu değil mi? Бычу. Эне көргөн тон бычат болот ошондо. Ата көргөн ок жеңет. Эне көргөн тон бычат. Diana, ata көргөн ok jonar. Жону қолдан жасау. Бұлай пышақпен қырып жасау. Жону. Bu Kırgızçada da jonu болуш керек. Bu bir ağaçlı böyle yapıyorlar ya. Iya. Bilbeytkenin anı. Bizde yonmak. Bizde de yonmağa yonadı. Kırgızça jonu болуп керек. Әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Әке тұрып ұл сөйлегені, ер жеткені, шеше тұрып қыз сөйлегені, бой жеткені.
Аке тұрып баласы сөйлеген ембес деген болмайды деген ма? Құрмет жоқ дегенде тоғры ма? Дұрыс па? Әкесі тұрғанда баласы көпшіліктің алдында бұрын сөйлемеу керек, бірінші болып. Бірінші әкесі сөйлеу керек. Мамасы, апасы болған кезінде қызы сөйлей алмайды. Егер сөйлей алса, бойға жеткен деген үлкен адам болған ма сонда? Дұрыс. Ава, түсіндім мен. Тағы бір жолға айтып алсың ба? Қайталап айтайын ба? Қайталап. Әке тұрып ұл сөйлегеннен бес, шеше тұрып қыз сөйлегеннен бес. Әке тұрып ұлдың сөйлегені ер жеткені, шеше тұрып қыздың сөйлегені бой жеткені. Бізде ондай сөз мен естімеймін, ама егер көшірсек, атасы болғанда ұл сөйлесі ең емес, анасы болғанда қыз сөйлегені ең емес, атасы болып ұл сөйлегені ер еткені, анасы бар тұрып қыз сөйлегені бой еткені. Дұрыс. Солай болар бізге. Сондай. Деп сіз түсіндіңіз ба? Түсіндім. Атасы тұрып, баласы бірінші сөйлегені тура емес. Тура айтатам ба? Енесі тұрып, қыз сөйлегені тура емес. Сол. Атасы тұрып, баласы сөйлегенде бой жеткені, енесі тұрып, қыз сөйлегенде бой жеткені. Тағы бір айта кетейін, тағы бір мақал. Седеп. Саша abi biraz beğenemedi sanki. Yok, Sedep sen жалпы manisini düşündün ha? Manisini ayttım, бірақ сөздерін Ne düşüngen bolsan onu ayt. Ошоны айттым. Не düşünsem ошоны айттым. Бізде ондай тақмақ жоқ, айту жоқ бізде олай, ама бізде әдет бар, ястылар, кеділер, уланалар, қалай айтайын, олар атасының янында біріншілей сөйлеме яратмайлар, разылық берілмейді оларға. Атасы сөйлейді, соң ясы екон бір адам сөйлейді. Ызында, ақырында уже баласы сөйлейді. Солай болма керек бізде. Yine тағы бір бар болса? Жақсының жаты болмайды, жаманның ұяты болмайды. Жат деген ол недір? Жақсының жаты болмайды, жаманның ұяты. Яғни адам. Жақсы адам мен жаман адам туралы. Мен түсінгенім, сөйлей берейін ба? Сөйлесін. Мен түсінгенім, жақсының жақсылығы білінбейді, жаманның еш ұяты болмай істесе де оған бір пәле де болмайды. Дұрыс па? Дұрыс па? Мен түсіндім. Жаты деген сөзді бірақ білмеймін мен, о не деген екен. Мен де есімде жоқ ондай сөз. Жат бейтаныс. Чужой. Bizde yat. Сонда жақсының жаты болмайды, сонда жақсының манысын елеу түсіне алмады. Мүмкін седеп жәрдем берер. Жоқ, мен де түсінбей қалдым, ошоны азыр ойлонуп атам маанисин. Мен де түспеді бағым. Жақшының жаты болбойт деп айтса болот, бирок ошондо да маанисин түшүнбөй атам да. Ошо жат деген сөздүн. Мен айтам. Түсіндіре кетейін. Айтыңыз. Men жақсының жаты болмайды. Жақсының жаманлығы болмайды. Манida mı? Жоқ, мысалы жақсы адам барлығына бірдей дос, ешкімге жат емес. Жаман адам? Жаманның ұяты болмайды. Жаман. Ар, намыс, ұят. Жақсы адам біреуге де ят болмас,
Яман адам біреуден уят болмас. Солай деп ойлаймын мен. Біреуден солай. уятты шығып қалмас. Якын.